Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге пирожкидің жасалу жолын көрсетемін. Алдымен ыдысымызға суды, сүтті, тұз қосамыз. Ашытқы қосамыз. Жақсылап тұзы ергенше қозғап аламыз. Оның салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Міне бізде иленген жұмсақ қамыр. Енді осының бетін жауып 2 сағатқа қоямыз. Енді осының салмасын дайындауға кірісеміз. Картошкамыз жақсылап езіп, үстіне қуырылған пиязды, тұзын, бұрышын салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз көтеріліп дайын. Енді осыны бөліктерге бөліп аламыз. Он минутқа бетін жауып, тындырып аламыз. Дайын болған қамырымызды біртіндеп жаямыз. Қызып тұрған майымызға салып, біртіндеп қуырып аламыз. Пирожки дайын, жұмсақ, өте тәтті. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған жансая ас болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.